Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Гаухар. Бүгін өте дәмді, ең оңай салаттардан бірін жасаймыз. Кеттік. Жасалу жолы оңай, міндетті түрде осы салатты жасап көріңіздер. Алдымен бізге орам жапырақ қажет болады. Орам жапырақты дәл видеодағыдай ұсақтап турап шығатын боламыз. Барлық орам жапырақтарымызды турап болғаннан кейін енді арнайы табамызға салатын боламыз. Келесі кезекте бізге қияр қажет болады. Бір қияр қажет, оны да дәл видеодағыдай бірінші ортасынан бөліп, одан кейін ұсақтап, жіңішкелетіп турайтын боламыз. Қиярды да табаға салып, енді балғар бұрышын да ұсақтап, әдемілетіп, жұқалатып тураймыз. Егер де сізге балғар бұрышы ұнамайтын болса, онда қоспасаңыз да болады. Балғар бұрышының орнына қызанақты қоссаңыз, салатыңыз өте дәмді болып шығады. Алайда қызанақтың жұмсақ жерін алып тастап, тек қана сыртқы қатты бөлігін ғана қосатын боламыз. Ең соңында көк жуаны дәл ортасынан осылай жұқалатып, турап шығатын боламыз. Достар, жасап көріңіздер. Еш нәрсені қайнатудың қажеті жоқ. Үйдегі бар ингредиенттермен жасалатын дәруменге бай салаттардың бірі. Барлық көкөністерімізді турап болдық. Енді дәміне қарай тұзын, бұрышын, одан кейін сұйық майды, яғни өсімдік майын қосамыз. Өсімдік майының орнына майонез немесе қаймақты да қоссаңыз, салатыңыз өте дәмді болып шығады. Кез келген аспен ұсынсаңыз болады. Көбіне мен бұл салатты картоппен немесе палаумен ұсынғанды жақсы көремін. Жасалуына небәрі 10 минут уақытыңыз кететін ең дәмді салаттардың бірі дайын болды. Рецепт ұнаса барынша лайк басып мені қолдап қойсаңыздар. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.